Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте дәмді чебуректердің рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры да өте жеңіл дайындалады. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма және де Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін жаңа ғана қайнаған ыстық суға 1 шай қасық тұзды қосып араластырамыз. Және електен өткізілген ұнымызға сұйық май мен суды құйып, қолымыз күймес үшін ең бірінші қасықпен араластырып, кейін қолымызбен қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді оны целлофанға салып, шамамен 30 минутқа бөлме температурасында қойып қоямыз. Ал сол уақыт аралығында біз етті салмамызды дайындаймыз. Тартылған сиыр етіне 1 үлкен пиязды ұсақтап тураймыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрыш және қайнаған су қосамыз. Сол кезде піскенде чебуректеріміз шырынды өте дәмді болады. Енді қамырымызды алып, өздеріңіз қалайтындай бөліктерге бөлеміз. Кейбірі үлкен қаласа, басқасы өте кішкентай етіп жасауы мүмкін. Менде барлығы орташа көлемді болды. Бір қамырдың салмағы шамамен 35 грамм. Сонда менде 22 дана шықты. Қамырымызды осылай жұп-жұқа етіп жаямыз. Келесі кезекте салмаларымызды видеода көрсетілгендей қамырдың жартысына біркелкілеп саламыз. Екінші бөлігімен жауып, түйіп, мен осылай арнайы кескішпен шеттерін түзулеп кесіп шығамын, бірақ ол міндетті емес. Чебуректерімізді қызып тұрған майға орташадан сәл жоғары отта қызарғанша қуырамыз. От қатты қызбаған болса, чебуректер өз бойына өте көп майды сіңіріп алады. Чебуректеріміз дайын болды. Олар өте дәмді, ал қамыры қытырлақ болып шығады. Сіздерге дәл осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Шынымен ұнайтынына күмәнім жоқ. Алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.